Өзін кәрі сезінетін не ешкімге ұнамаймын деп ойлайтын жас қыз келіншектер екі бетіне бояуды көп жағады екен. Егер қыз бала ашық, қарақат түсті сүрмені пайдаланып, көзін ашық көрсетуге тырысса, өзіне деген назардың мол болуын қалайды. Яғни сыртқы келбетіне, сұлулығына емес, ішкі жан дүниесіне қарап тануын тілейді. Егер қыз баланың беті тап-таза, еш бояусыз болса, демек ол психологиялық тұрғыда тұрақты адам. Дегенмен бояу мен бояна білу қыздарға артықтық етпейді. Құрметті қыз келіншектер, қазіргі кезекте сіздердің сүйікті айдарларыңыз жайлы. Қайырлы таң. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қысыңқы көзді қыздарды көздерін қалай үлкейтіп бояу керек екенін, соның бәрін айтып кетем. Бүгінгі тақырыпта бетін бәрін тазалап аламыз. Келесіде біз көзінің астына, қабағына база жағамыз, әртүрлі тендер жаққанда ұсталып тұратындай. Бұл база кішкене жақ болғаннан кейін 1-2 минутта кебу керек. Ары қарай тендерменен жұмыс істейміз. Көзді қысыңқы болғандықтан таңертеңгі макияж болсын, немесе кешкі макияж болсын, қоңыр түсті немесе қара түсті аламыз. Кисточкамыз мында жалпақтау болу керек. Енді келесі түсіміз, мына жоғарғы қабағына жағылатын теніміз, бұл кішкене осыдан сәлдеу ашықтау болу керек. Қазір осы алып тұрған екі тенменен жаңағы астыңғы қабаққа жаққан тенді екеуін үйлестіреміз. Мына қастың астындағы қабаққа ақ түспенен үйлестіреміз. Бұның кисточкасы бөлек, осында жіңішке, кішкентай болып келеді. 3 түсті қолданып жатырмыз. Үстіңгі қабақты бояп болдық, енді астыңғы қабаққа көшеміз. Астыңғы қабақты сол жаңағы бірінші бояған қоңыр тенменен бояп шығамыз. Бұл астыңғы қабақты бояған себебіміз көзді кішкене үлкейтіп тұрады. Келесі енді көзді одан ары үлкейту үшін кірпіктердің арасына үстіне мынандай сүрмені жағамыз. Мына қабақты көтеріп тұрамыз. Келесі енді мына тушты жағамыз. Тушты жаққан кезде мына кішкене үстіңгі қабақты көтереміз, сосын кейін астыңғы жағынан әкеп алдыға қарай тартамыз. Астыңғы кірпікті де бояп кетеміз. Қасын бояу үшін біз карандашты мына шашыменен көзінің ішіндегі түске байланысты аламыз. Біз қоңыр түс алып отырмыз. Бұл қасты бояған кезде қастың ортасынан бастап ұшына қарай апарамыз. Сәлмен ғана басып отырамыз. Алдыңғы жағын бояғанда карандаштың ортасынан бастап алдына қарай тартамыз. Веер сияқылды кисточкаменен мына көзінің астына түсіп қалған тендер болса, осылардың бәрін алып тастаймыз. Міне бүгінгі тақырыбымыз смоки айс болған. Кішкентай көздерге арналған бояп бітірдік. Енді әрқашанда осылай әдемі болып жүрулеріңізге тілектеспін.